Білім инновация халықаралық қоғамдық қоры мен құндылық орталығының ұйымдастыруымен Алматыда ұстаз хаб шеберлік сабақтар өтуде. Шараның мақсаты ұстаздардың кәсіби біліктілігін арттырып, білім саласындағы соңғы жаңалықтармен бөлісу, және де еліміздің түкпір-түкпірінен келген мұғалімдерге тәжірибе алмасу. Жас мұғалімдердің басын қосқан жиында мамандар білім саласындағы соңғы жаңалықтар және пайдалы ақпараттармен бөлісті. Мақсаты әр оқушының әлеуетін барынша арттырудың және сабақтарды қызықты өткізудің түрлі жолын көрсетіп, жаңа дүниені үйренуге мүмкіндік беретін достық қауымдастық құру. Құндылық орталығы ұйымдастырған ұстаз хаб шарасы осымен 7-ші рет өтіп отыр. Осы ұстаз хаб жобасын Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткізіп жатырмыз. Жобамыздың басты мақсаты үздік ұстаздар өздерінің заманауи тәжірибелерімен басқа ұстаздармен бөлісуі. Білімді бөліссең көбейеді демекші, осы жобамызды 7-ші рет өткізіп жатырмыз. Алматы қаласында 1-ші рет. Болашақта осы жобамызды бүкіл аймақта өткізуді жоспарлап отырмыз, және келесі ұстаз хаб жобасы Астана қаласында өтетін болады. Іс-шара барысында мамандар шеберлік сабақтары мен баяндамалар өткізіп, ұстаздармен өзара пікір алмасты. Білім саласының мамандары бас қосқан жоба Алматы қаласының Нархоз университетінде өтті. Менше біз университет жағынан платформа береміз. Ұстаз хаб деген информалды түрде білім беру бұл қазіргі уақытта өте актуалды деп айтуға болады. Сол үшін осындай жобаларды біз әрине қолдаймыз. Мұғалімдерге қандай да бір жағынан егер біз жақсы септігін тигізсек, сол жерде біз қуанамыз. Жалпы дүниеде мұғалімдер не істеп жатыр? Дүниежүзілік, мысалы Америкада болсын, қандай проблемалармен, қандай үлкен жобалар істеліп жатыр, соны білу керек. Ол ізденіс қой. Мұғалім жалпы бір ізденісте болу керек. Әрине күн сайын бір операционка бар, балалар бар дегендей ғой. Бірақ сонымен қатар егер соған уақыт бөлсе, тиімді өзінің біліктін арттыру сапасын нығайта алады деп айтуға болады. Бұдан бөлек құндылық орталығы тек мұғалімдер үшін емес, жалпы балалармен жұмыс істейтін кез келген адам үшін қолайлы кітап басып шығарған. Бұның басқалардан ерекшелігі, әр тапсырманың соңында баланың нақты жетістіктерін бақылап отыра аласыз. Жалпы айтқанда біз бұны тек қана мұғалімдерге ғана ұсынбаймыз. Біз баламен жұмыс істейтін әр адамға, ата-ана болсын, тәрбиеші болсын, бәріне ұсынамыз. Өйткені бұл жерде өте көп құнды ақпараттар бар. Педагогикалық ғана тұрғыда емес, адами даму тұрғыда. Адам осы кітаптарды алып, бастауыш, орта немесе жоғары сыныптар болсын, балалармен жұмыс істегенде біріншіден өзі түсінеді құндылықтар не екенді. Өйткені бізде әр тақырып сол бір құндылыққа бағытталған. Онымен қалай баланы аша түсінуге болады, оны қандай түрлері болады, онымен болашақта ойын ретінде челлендж болсын, басқа да әдістеме арқылы оны ашып балаға сіңірте аламыз деген мақсатта.